Ассалаумағалейкум жүзім сүйер қауым. Бүгін жүзімдерді суарып жатырмын. Алдымен арналарды суға толтырамын. Су топыраққа жақсы сіңіп, деңгейі сәл төмендеген кезде сульфат калий беремін. 500 грамм сульфат калийді 10 литр суға ертіп, содан кейін әр жүзім түбіне шамамен 1 литрден құйып шығамын. Неге дәл осылай? Өйткені ылғалды топырақта калий тамыр аймағына жақсы таралады және тамырдың күйдіріп жібермеу қаупін азайтады. Қазір жүзімде шоқтар өсіп жатыр, сондықтан калий қанттың жиналуын, жидектің толысуына және ыстыққа төзімділігіне көмектеседі. Бірақ ең басты тыңайтқышты қолданар алдында міндетті түрде нұсқаулығын оқып шығыңыздар. Әр тыңайтқыш өз мөлшері мен қолдану ерекшелігі болады. Ал сіздер жүзімге калийді қалай бересіздер? Тәжірибелеріңізбен бөлісіңіздер. Аман сау болыңыздар, жақсы күнде жолыққанша ағайын. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз.